қазір бір талпа жоғары кетті, қаланың ішін араламады. Екінші талпа тағы да кетті. Үйім болып. Ешқайсысы мен өзім көріп келе жатырмын. Ешқандай машинаға болмаса бір-біріне жаман сөз айтып жатқан жоқ. Бәрі біршілік, бірлікпен, тірлікпен шешейік. Мынау қымбаттап жатқан газды, мынау күнделікті қымбаттап жатқан нанымыз күніге 5 теңге, 10 теңге продуктіге қосып жатыр. Ау қазақты бәрі қанап бітті ғой, байларшы. Жұмыс та жоқ, ештеңе жоқ. Енді көтермегенде не істейміз? Қай уақытқа дейін шыдауға болады? Шыдамның да шегі бар. Справедливо болса, бәрі справедливо болады. Ал бұндаймен міне халық ашынады. Міне жетіскенден бар ма бәрі газ? Ешкім жетіспейді. Ешкім жетіп жүрген жоқ. Бәрін кредиті бар, проблемасы бар, бәрін үйіне бала-шаға жылап отыр, ақша табу керек. Мен өзім жұмысқа бүгін барамадым. Автобус жоқ, жұмысқа барамадым. И чё? Не істеймін енді? Амал жоқ. Көпшілікмен бірге көрген ұлы той. Қазақтарда намыс бар, міне кеттіңіз. Павлодарда міне бірінші рет болып тұр осы халық жиналып. Дұрыс. Сол үшін ешкімнен қорықпаңдар Аллахтан басқа. Арада ешкім сау бұзып жатқан жоқ. Қанат бітті ойна. 30 жыл бойы бүкіл заводтың барлығы сатып жіберді. Қазақта не қалды қарыздан басқа? Қазақ елінде қарыздан басқа түк жоқ. Сиырдың басында. Неге жігіттер, сендерге осы ұнай ма, құл болып жүрген, осы ұнай ма сендерге? Құл болып жүрген, сендерге